Мақсат мырза, наурыз бағдарламасына қатысайын десем, дәл қазіргі сәтте шотымда 1 миллион теңге ғана бар. Вознаграждением жақсы. Кредит алайын десем, оның пайызын төлеу керек, оның страховкасын төлеу керек. Конкурстан өтемін ба, өтпеймін ба, соны нақты білмей тұрмын деп көптеген оқырмандарымыз жазу барысында. Достар, жақсылап тыңдап алыңыздар, ағайын туыстарыңызға таратып қойыңыздар. Мысалға, сіздің отбасы банкінде ашылған депозитіңізде 1 миллион теңгеңіз бар делік. Сыйақыңыз, вознаграждениеңіз өте жақсы. Енді әрине кредит алу қорқып тұрсыз, себебі қазір кредит аласыз, отбасы банкіне депозитке саласыз, конкурстан өтпесеңіз, оның проценті бар, қосымша кей банктардың страховкасы бар дегенде. Енді мен өзімнің бір-екі оқырманыма кеңес беру барысында осындай ұсыныс жасадым. Яғни сіз уақытша бір айға өздеріңіздің ағайын туыстарыңыздан 1 миллион теңге уақытша қарызға ала тұрасыздар. Сөйтесіздерді, оны отбасы банкіне өздеріңіздің депозиттеріңізге емес, бөлек депозит ашып, сол 1 миллион теңгені салатын боласыздар. Яғни сіздердің депозиттеріңіз сыйақысы бар, бөлек бағанағы ағайын туыстан қарызға алынған 1 миллион теңге. Конкурсқа өтінім беретін кезде осы екі депозитті бірге таңдап конкурсқа өтінім беретін боласыздар. Егер өтіп кететін болсаңыздар, онда кредит алып, 1 миллион теңге қарызды бере саласыздар. Егер Құдай сақтасын өте алмай қалсаңыздар, онда өз депозитіңізге тиіспей, мына екінші депозит ашқан 1 миллион теңге салынғанды расторжение жасайсыздар. Максимум 1 айдан кейін шешетін болсаңыздар, 5000 теңге комиссия төлейсіздер да, қайтадан алып, ағайын туысқа қайтарып бере салатын боласыздар. Сондықтан достар, осындай вариантты қолдансаңыздар болады. Ең бастысы 1 миллион теңгені өздеріңіздің депозиттеріңізге салып жүрмеңіздер. Әрине, деление жасауға болады, бірақ ең тынышы, ең дұрысы бөлек екінші депозит алып, өтіп кетсеңіздер, керемет қуанып, өтпесеңіздер, мына депозитті 1 айдан кейін расторжение жасап, 5000 теңге комиссиясын төлеп, ағайын туыстарға қайтадан қайтарып бере салу. Барша жақын туыстарыңызға таратып қойыңыздар, пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Жақсы.